Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар. Күндердің күнінде Ләйла деген қыз жоғары оқу орнын тәмамдап, болашаққа деген қойған арман мақсаты зор еді. Ол енді жұмысқа кіріп, қызмет етіп, өзінің мақсатын жүзеге асыра бергенде, оның қолын көрші жігіт сұрап келеді. Ләйла болса ойланбастан одан бас тартады. Себебі ол болашақ күйеуі өзінен үлкен әрі қызметкер болғанын қалайды. Көп ұзамай университетте өзіне сабақ берген халық арасында танымал дәрігер Ләйлаға жар болуды сұрайды. Ләйла болса оның жасы қатты үлкеніне қарамастан, мансабы жоғары әрі өзі де болашақ дәрігер болғандықтан келісімін береді. Екеуі шаңырақ құрып бақытты ғұмыр кеше бастайды. Сосын Ләйла жүкті болғанын білген күйеуі, болашақта ұлы елге танымал үлкен дәрігер болғанын қалайтынын айтады. Арада 9 ай өтіп, Ләйла қыз баланы дүниеге алып келеді. Сосын ұл бала туғысы келіп, көп ұзамай тағы бала көтереді. Екінші күткен перзенттері де қыз болады. Екі қызы жетілмей, артынша тағы үшінші балаға жүкті болады. Біршама уақыттан кейін Ләйла өзін жайсыз сезіне бастайды. Дәрігерге қаралып қан тапсырады. Нәтижесі олар күтпегенде еді. Сөйтсе Ләйла 3 перзентті қатар көтергендіктен оның жатырында бір ісік пайда болыпты. Дәрігерлері ота жасау керектігін айтады. Алайда ол кезде баланы аман алып қалу мүмкін емес еді. Ал егер жасамаса 9 айдан кейін босанар уақытында Ләйланың өмірден өтіп кетуі қаупі бар еді. Іштегі перзенттің ұлы екенін білген Ләйланың күйеуі қандай жағдай болмасын ота жасаудан бас тарту керектігін айтады. Қалайда перзентті дүниеге алып келіп, өмірден өтпейтініне сендіреді. Бұған өзі бас қасында болып, ем-шара қабылдауға ықпал ететінін білдіреді. Сол күннен бастап күйеуі Ләйланы қамап сыртқа шығармай ұстай бастайды. Оның бар ойы іштегі ұл перзентті тудырып, Ләйланың денсаулығына еш алаңдамайды. Арада біршама уақыт өтіп, Ләйланың жағдайы нашарлай бастайды. Оның жатырындағы ауруы асқынып, қатты мазасыздана береді. Сосын ол күйеуінен қамқор көрмегесін 4 күніне хабарласып, құтқаруларын талап етеді. Ол қалайда үйден қашып шығып, жатырдағы баланы алдырып, ота жасатады. Мұны білген күйеуі екі қызына қарамастан ажырасып кетеді. Ләйла болса, алғашында ойлаған жары өзіне қиянат жасамақ болғанына қатты қынжылады. Ол барлығына үстіртін қарап, күйеуі таңдауда қателескенін біледі. Арада жылдар өтіп, Ләйла емделіп өзіне келеді. Сондай күндердің бірінде оның сіңілісі тұрмысқа шыққалы жатқанын көріп, оған жақындап: "Менің жағдайымды білесің, сол саған сабақ әрі өмірлік ғибрат болсын. Кезінде мен адамды мансабы мен қызметіне қарайтынмын. Бірақ барлығы біз ойлағандай емес екен. Ер адам қандай қызмет жасамасын, ең бастысы бойында адамгершілігі болса жетеді. Мұндай жар болашақта қара басын ойламай, отбасының қуанышына жету үшін әйеліне жақсы қатынаста болады" деген екен. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өзгемен бөлісуді ұмытпаңыздар. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналымызға жазылып, қолдау білдіріп, пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады.